студенттер, бүгін дәрісімізді жалғастырамыз. Тақырыбы кристалл торларының ақаулары. Ақау. Атомдарының энергиясы минимал күйде болатын идеал кристалдар болмайды. Идеал тордан ауытқу уақыттық немесе тұрақтық құбылыс болуы мүмкін. Уақыттық ауытқулар кристалға механикалық, жылулық немесе электромагнитті тербелістер кристалл арқылы жылдам бөлшектер ағымы өткен кезінде туындайды. Ал тұрақты ақауларға нүктелік ақауларды жатқызуға болады. Оларға мысал ретінде түйін арасындағы атомдарды, қоспаларды немесе бос орындарды айтуға болады. Бос орындар вакансия деп те аталады. Бос орын кристалл торының түйінінде атомның болмауы. Нүктелік ақаулардың мөлшері үш өлшемді кеңістік бойынша алып қарағанда өте кішкентай болады. Тұрақты ақаулардың келесі бір түрі сызықтық ақаулар. Оны дислокация немесе ығысу деп те атайды. Кристалл торындағы жазықтықтардың үзілу орындарында пайда болады. Ондай дислокацияны шектік дислокация деп атайды. Немесе осы жазықтықтарды бұрау кезінде туындайды. Ол винттік дислокация деп аталады. Сонымен қатар нүктелік ақаулардың тізбегі кезінде туындайды. Оны тізбекті дислокация деп атайды. Дислокация кристалл денесінде өз орнын ауыстыра алады. Кей жағдайда дененің беткі бөлігінде де ығысуы мүмкін. Тұрақты ақаулардың келесі бір түрі беттік немесе жазық ақаулар. Олар екі кристалдық бет арасында туындайды. Өзара белгілі бір бұрышқа ығысып орналасқан беттер арасында немесе қабаттардағы бөлшектердің дұрыс орналаспауы нәтижесінде туындайды. Сонымен қатар беттік ақаулар кристалл дәнекерлерінің шекараларында пайда болады. Тұрақты ақаулардың келесі түрі көлемдік ақаулар деп аталады. Оған кристалл ішіндегі бос орындар, қуыстар, арналардың топтасуы, кристалдардың өсуі кезінде кристалға тамырланған бөлшектер, кристалда пайда болған жаңа кристалдық фазаларды жатқызуға болады. Үш өлшемді ақаулар барлық үш өлшемде де салыстырмалы үлкен өлшемдерге ие. Олар көптеген нүктелік және сызықтық ақаулардан тұратын конгломераттар болып табылады. Олар кристалдану режимі бұзылған кезде пайда болады.